Қымбатты оқушы, біз енді өзіңмен есімшенің сөйлемдегі қызметі деген тақырыпты өтеміз. Есімшенің сөйлемдегі қызметіне кіріспес бұрын, ең әуелі есімше жұрнақтар жалғанған кезде қандай қызмет атқарады, қандай ерекшелігі бар, соны өзіңе жақсылап түсіндіргім келіп отыр. Мысал үшін, оқығаным, бұл жерде буынға бөлініп тұрған жоқ, есіңде болсын. Жұрнақтың жалғаудың жігін ажырату үшін әдейі осылай жаздым. Сөздің түбірі оқы. Оқы деген сөзге тәуелдіктің бірінші жағын жалғауға бола ма? Өзің байқап көрші. Оқы, жалғай алмаймыз еш уақытта да. Демек, бұл жерде есімшенің қызметі үлкен. Міне, ған деген есімшенің жұрнағын жалғап едік, содан кейін ғана тәуелдік жалғауы жалғанды. Демек, етістік түбір күйінде есімшенің көмегінсіз тәуелденбейді. Сенің оқығаның, сіздің оқығаныңыз, оның оқығаны. Ал енді, менің оқым, сенің оқың деп айта алмайды. Демек, есімше тәуелденіп, есімшенің жұрнағы жалғанғаннан кейін ғана барып, етістік тәуелденеді. Есімшенің демек зат есім сияқты тәуелдік жалғау жалғанатын қызметі бар. Ал енді оқығаннан деген мынау қандай жалғау? Өзің менімен бірге қайталап көрші. Демек үстіне сұрақ қойсаң, кімнен деген сұрақ? Демек шығыс септігінің жалғауы жалғанып тұр. Ал енді оқынан деп түбір күйінде септей аламыз ба? Септей алмаймыз. Демек есімшенің тағы бір қызметі, есімшенің жұрнағы жалғанғаннан кейін ғана етістік септеледі. Ал түбір күйінде тұрған кезде бұған септік жалғауы жалғанбайды. Мысалы, оқитынға, баратынды, көретіннен, көретінмен. Міне, байқап отырсаң, есімшенің жұрнағы жалғанғаннан кейін ғана барып септеледі. Мұны да есіңнен шығарма. Енді жалғаудың үшінші түрі көптік жалғау. Ал енді оқы деген сөзге дар деген сөзді тікелей жалғап айта аламыз ба? Бұны да жалғай алмаймыз. Оқыдар, оқылар деп еш уақытта айта алмаймыз. Онда сөз мағынасыз болып кетеді. Ал енді оқығандар, білгендер, білетіндер, жүретіндер, еститіндер. Көріп отырсақ. Демек, көптік жалғауы, міне ғанген деген есімшенің жұрнағы жалғанғаннан кейін ғана барып, мүмкін болып жалғанады. Демек, есімше зат есім сияқты тәуелденеді, септеледі және көптеледі. Осыны есің шығарма. Ал етістіктің барлығы да жіктеледі. Сол сияқты бұл есімше де жіктеледі. Мен оқығанмын, сен оқығансың, ол оқыған деп біз жіктей береміз. Енді есімшенің сөйлемдегі қызметі. Міне, әлгіндей жалғаулар жалғанғаннан кейін бұл бастауыш та, баяндауыш та, анықтауыш та болып қызмет атқара береді. Білгенің 1-9, білмегенің 99 деген сөз бар қазақта. Ал осы жерде 9 қой бір жерде, 1-9 деген баяндауыш қой. Ал не деген сұрақ, нең деген сұрақ келіп тұр. Міне бұл жерде тәуелдіктің екінші жағы жалғанып тұр. Демек бұл жерде бұл бастауыш қызметін атқарып тұр. Демек атау септігінде тұрып, есімше бұл зат есім бастауыштың қызметін атқарады. Зат есімнің орнына жұмсалып тұр. Енді сөзді тыңдайтынға айт. Немесе ұқпасқа айтқан сөз жетім дейміз. Сол жерде ұқпасқа немесе тыңдайтынға деген сөздердің барлығы да міне атын, етін, итін. Итін дейтін жұрнақтан кейін ғана мынау септік жалғауы бар септік жалғанып тұр. Демек атау мен іліктен басқа септікке жалғанған кезде есімше толықтауыш қызметін атқарады. Көретін көзде жазық жоқ. Ал енді осыған сұрақ қойшы. Мына көз деген зат есімнің алдында тұр ғой. Қандай көзде жазық жоқ? Көретін көзде жазық жоқ. Демек бұл жерде атын, етін, итін деген есімшенің жұрнағы жалғанып тұр. Демек есімше бұл жерде сын есімнің орнына жұмсалып, анықтауыш қызметін атқарып тұр. Сөйлемде анықтауыш болып тұр. Қандай көзде жазық жоқ? Немесе білгеннің сөзін тыңда. Демек, кімнің сөзін тыңда? Ілік септікте тұрған кезде, немесе мынау сияқты зат есімнің алдында тұрған кезде, есімше анықтауыш қызметін атқарады. Әкем барған сайын сұрайтын. Ал әкем сұрайтын. Қашан сұрайтын?
барған сайын. Демек, мына сайын деген септік жалғаулар тіркескен кезде есімшеге бұл пысықтауыш қызметін атқарып тұрмын бұл жерде. Демек, кейде көмекші сөздер, кейде септеулік шылаулар тіркесіп, мезгілді білдіріп, немесе бағытты білдіріп, міне осы кезде пысықтауыш қызметін атқарады. Көрмес, түйені де көрмес дейміз. Байқап отырсын ба? Маме плюс с деген есімшенің жұрнағы. Мына жерде бастауыш та болып тұр, мына жерде баяндауыш та болып тұр. Бұл жерде баяндауыш болып тұр. Қайтпес деген сұраққа жауап беріп, іс қимылды білдіріп, сөйлемнің аяғында келіп баяндауыш болып тұр. Ал көрмейтін кім? Көрмес. Бұл жерде сөйлемнің басында келіп, кім деген сұраққа жауап беріп, атау тұлғада тұрып, бастауыш қызметін атқарып тұр. Демек, есімше бастауыш та, баяндауыш та, анықтауыш та, толықтауыш та, пысықтауыш та бола алады.